Сәлеметсің бе ақылды балақай, бүгінгі сабаққа қош келдің. Бүгін біз сенімен 71-ші сабақ есептер шығару. Пысықтау есептерді бүгінгі сабақта шығаратын боламыз. Балақайлар, қараңыздар, біздегі бірінші есепте ертеде адамдар сауда жасау үшін жолға түйемен шыққан, оны керуен деп атаған. Балақайлар, суретке қарап көрсеңіздер, жүк артылған керуен кетіп бара жатыр екен, иә? Енді осыған байланысты берілген есептерді шығарайық. Есеп құрастыр, сұлбасын сал, оны шығарамыз бүгін. Бірінші А есебі. Бірінші керуенде 20 түйе, екінші керуенде 10 түйе. Барлығы неше түйе болды? Бұл жерде не істейміз? 10-ға 20-ны қосамыз, сонда бізде барлық түйенің саны шығады, иә? Яғни 10-ға 20-ны қоссақ 30 болады екен. Жауабы барлығы 30 түйе. Кері есептер құрастырамыз және де шығаратын боламыз, иә? Ә есебі. Керуенде бірінші керуенде қанша түйе? Екінші керуенде 10 түйе. Барлығы бұл жерде 30 түйе екен балалар. Енді не істейміз біз? Бірінші керуенде қанша түйе барын біліп алу үшін біз барлық түйеден, яғни 30-дан, екінші керуендегі 10 түйенің санын алып тастаймыз. Сол кезде бізде жауабы 20 түйе қалды. Яғни бірінші керуенде бізде 20 түйе бар екен. Б есебі. Бірінші керуенде 20 түйе, екінші керуенде қанша түйе? Бұл белгісізді тауып алу үшін біз барлығы 30 түйе деп тұр. Осы 30 түйеден бірінші керуендегі 20 түйені алып тастасақ, екінші керуеннің саны шығады екен. Яғни балалар 30-дан 20-ны аламыз, 10 болады. Жауабы екінші керуенде 10 түйе болды. Есеп құрастыр, сұлбасын сал, оны шығарамыз, иә? Олай болса балалар, екінші есепті шығарайық, иә? Бірінші түйе 40 килограмм, ал екіншісіне 50 килограмм жүк артылған. Екі түйеге барлығы неше килограмм жүк артылған? Яғни біз бұл жерде осы бірінші түйе мен екінші түйені бір-біріне қосамыз, иә? Сол кезде бізде барлық жүктің массасы шығатын болады. Яғни бұл жердегі бірінші түйеге 40 килограмм, екінші түйеге 50 килограмм жүк артылған екен. Екеуінің қосындысы 90 килограмм болады. Жауабы барлығы 90 килограмм жүк болды. Енді балақай осыған кері есепті құрастырайық, иә? Бірінші түйені 40 килограмм деп аламыз, екінші түйе белгісіз дейік. Барлығы 90 килограмм жүк болды. Енді не істейміз? Барлығы бізде 90 килограмм жүктен бірінші түйенің жүгін алып тастасақ, екінші түйенің жүгі шығады екен. Яғни 90-нан 40-ты аламыз, сонда 50 килограмм болды. Жауабы екінші түйе 50 килограмм жүк болған екен. Келесі бізде үшінші есеп жұптық жұмыс. Суреттер бойынша есептер құрастыр дейді. Балалар, қараңыздар, мына жерде 3 ат тұрды, иә? Оған келіп бір ат қосылды. Сонда қанша болды? Әрине 4 ат болды, иә? Ал екінші суретте 4 ат тұрған, оның біреуі кетіп қалды. Қанша қалды? Әрине 4-тен 1 алсақ, бізде 3 қалады екен. Балалар, бізде төртінші есеп сен зерттеушісің деп аталады. Бұл жерде сиқырлы сандарды табуымыз қажет екен. Бізге түйе, сиыр, жылқы тағылар берілген. Олардың астарында сиқырлы сан жасырылған екен. Енді біз осы сиқырлы сандарды есептеу арқылы табуымыз қажет. Бірінші суретте 3 түйе берілген, иә? Олардың қосындысы 90-ды білдіріп тұр. Енді біз не істейміз? 10 түйені 10 деп алып көруге 3 10-ды қоссақ, бізде 30 шығып қалады. Бұл дұрыс емес. Енді 20 деп көрейік. 20-ға 20-ны қоссақ, 3 20 60 болып қалады, иә? Енді 30 деп көрсек, 30-ға 30-ды, оған 30-ды қоссақ, 90 болады екен. Мінекей балалар, біз дұрыс таптық, иә? Келесі бізде балалар, бір түйе, 2 сиыр берілген. Түйені біз жаңа 30 деп алдық, иә?
Енді 30-ымыз бар. Бізге керегі 50 шығу керек, иә? Яғни 30-ға қаншаны қоссақ? 10-ға 10-ды қоссақ 20 болады. Бұл жерде енді 30-ға осы 2 сиырды қосамыз, 10-10-нан сонда бізде 50 шықты, иә? Яғни сиырымыз бізде 10 екен. Келесі. Яғни бізде бұл жерде балалар түйеміз 30-ға тең болды, ал сиырымыз 10-ға тең болды. Келесі бізде жылқы берілген, иә? Жылқыда 30 сан көрсетіліп тұр. Яғни бұл жылқы 3 жылқыны біз 10 деп алсақ, үшеуінің қосындысы 30-ға тең болады екен. Келесі бізде балалар 2 таға 1 жылқы берілген. Жылқыны біз 10 деп алдық, ал бізге керегі 20 саны, иә? Яғни 2 тағаны 5-5-тен деп алсақ, 10 болады екеуінің қосындысы. Оған жылқының 10-ын қоссақ, барлығы 20 шығады. Мінекей, дұрыс есептедік балақай. Балалар, біз осы есептегі жаңағы сиқырлы сандарды таптық. Яғни атымыз 10 болады, тағамыз 5 болады екен. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды балақай. Келесі сабақта кездескенше сау бола ғой.